Абай Құнанбайұлы 16-шы сөз. Қазақ құлшылығын Құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазамын ба, дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын, дейді. Оқымадың демесе, болаттағы тілімнің келмегенін қайтушы еді, дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?